Menin gelem. Abay aytты sonda aldarında bär var. Barsan var, barmasan koy. Niye barmasın dersinler ha? Bar degende barı görük koy. Bunu ayak astından bolup kettim koy özü. Yürük bolup da ya. Rahmet. Ya ben de sana ben cümbüs degen kakal şaşamadırım. Ha, Cem kalaysın. Ben klastas kalaysın dere. Ben жақсın mı? Kim eken? Kim? Gaygas topып kaldım. Ya причем gaygas topsun? Кезінде оқы дегенде өзің оқымады ғой. Мен сен қалай едің жағмақыма? Жоқ, тұрдайшы, кімсің сен? Палчаның несі? Мен армияда болмағанмын ғой. Не деп тұрсың сен? Телефон қағып қалдың е? Салтанат, мен телефон кім берді? Tаңертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл. Бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым сенің көңіл күйің, мына әнмен көтерілсін. Болса егер көңіл күйің, шексіз болсын. Алло, Салтанат? Шақырдыңыз ба? Жақын жерде пирожки қарным ашып кетті. Я, бар. Тез әкеліңізші. Я. Суды айта салу керек еді. Оңламаған ба? Жаңа ақпаратын бере салайын. Жоқ, қажет емес. Неге? Асыңыз дәмді болсын. Отырыңыз, мен бірге тамақ ішіңіз, мен жалғызым тамақ ішемін. Көп рахмет. Мынау сізге. Рахмет. Сізге рахмет. Мынандай өмірімде жеп көрмеппін. Нышанұлы. 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 Бауыржан Момышұлы 800. Я 800 кеттік па? Ұйықтап қойыптың ғой, кешірім сұрайын. Я сағат 6 болды. Жұмыс уақыты аяқталды. Кете беруге бола ма? Әрине болады, сіз далада водитель күтіп тұр. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Нұржан аға Пышанұлы, жүріңіз, отырыңыз. Менің машинам ше? Сіздің машинаңыз үйіңіздің алдына апарып қойдым. Мына машина ма? Осы машина, келіңіз. Не деген машина? Отыра бер, мен. Жоқ, отырыңыз. Мен зар білем отырайын. Жоқ, Нұржан аға Пышанұлы, сіз ар жағында отырыңыз, рөлге мен отырайын. Қап-қара машина ғой мынау. Е-мая! Күлігі осы машинамен жүрем ба? Иә. Е-мая! Ремень қалай ма? Патша көңіліңіз. Мынау светтер светомузыка болып тұр ғой, конкретно ғой мынау ше. Бәрі тиын салатын бар екен. Анау тиын толтырып қоясың да, таксовать еткен кезден тоқтаған кезден бар ғой, іздаш не қылмайсың да, қалтаң аласың, іздаш бере бересің. Қатырасыз, Нұржан Пышанұлы. Ойбай, асықпай десе, жай айдашы, әдемілеп айдашы, кайфовать етіп айдашы. Енді әкім болып жатқан кезде бар ғой, өліп кетпейік. Кешіріңіз, Нұржан Пышанұлы. Кешірім сұрай берме, еркексің көзің, кешірім сұрай бермеші, өтінем. Жақсы, кешіріңіз, Нұржан Пышанұлы. Машинаның ходовкасына жөндеп қара. Таксовать етпе. Гаражға барып, акиматтың гаражына қой машина. Ұқтың ба?
жақсы нышанаға пышан. Аузын жапса, аузыңа камаз кіріп кетеді ғой. Нишан. Үйдегін бар ай. Atan. Қайда кеттіңдер? Sürpriz! Bir dakika mı? Sizin kartınızda pожалуйста. Bir günde akımның қатыны шыға келді. Ай, сары қатын қой. Мама мен ертең универге бармай қойсам болады екен ғой. Әкімнің баласына әңгіме айтуға кімнің оқушы деді? Сабаққа бармасаң, ректорға звондаймын да, өзім оқудан шығарып жіберемін. Ұқтың ба? Мәдениетті бол. Өте сыпайы бол. Содан кейін күніге кеш келді, таксиді алды, таксовать етіп, өзің ақшамды өзің төле оқуыңды. Ұқтың ба? Түсіндім. Сен де анау нағашы, жиен, бауыр демей. Анаған үй, мынаған күй, әркім өзінің жұмысымен, адалдың жұмысымен табу керек. Ұқтың ба? әрине. Кеше қиын ба? Керек. Папа, бір сұрақ қойыншы. Бір сұрақ деп 100 сұрақ қойдың ғой, айтшы не? Секретаршаңыз әдемі ма? Құр жабы, сабағыңды оқы. Все, чай. Бар деме. Болса. Не болды? Баланың сұрағына жауап бере алмағансың ғой. Секретаршы дегенге ішің күйіп бара жатыр ма не? Не ойлап жатсың? Осы Акиматтағы әкімдер ше, не жұмыс жасайды екен? Білмеймін. Түске дейін отырып, обед ішіп кетіп қалған ұят болған шығар еді. Осы сен айтушы едің ғой. Если мен әкім болсам, үйтер едім, бүйтер едім деп. Сен медиктердің айлығын көтерсейші. Сен де қатынға оттай береді екенсің ғой. Медиктердің айлығын көтерсің, айтады ғой, қатынның айлығын көтерді деп. Одан да мұғалімдердің айлығын көтерейін да. Мұғалімнен біреу тауып алғансың. Онда менен демей сұрайсың, өзің біл. Деп оттай бермей жатшы, ұйықташы. Соңғы кезде көп сұрақ қоятын бол. Көрші қалайсың? Нишан. Қалай жағдай? Не болды, машина жөнделмеді ме? Ой, жөнделмеді. Ана қазір сағат 1-де атыраудан енем келетін еді. Соны барып күтіп алсақ қалай қарайсың? Жаңалық көрсеңдерші, сендер де қызықсыңдар. Адам деген кішкентай. Не, үйлерінде свет жоқ па не? А? Кетші. Кышан ол кір. Иә. Так, мен мынандай шешім қабылдадым. Бүгіннен бастап бүкіл билеріміздің, хандарымыздың, батырларымыздың, профессорларымыздың, жазушылардың көшесінің бәрін бүгіннен бастап ремонт жасайсыңдар. Ұқтыңдар ма? Сонда қалай, бәрін бе? Бәрін. Ауғана Асқар Саныч не дейді екен? Ол кім, бригадир ма? Қала кім ше? Мен ол ұрсамаймын. Енді бір негіз бар ғой, дұрыс шешім, шапшаныш бар ғой. Негізінде бюджетте қалыңдығы 20 сантиметр төсінде қаржы бар. Одан да ақтымыз, бастамаймыз. Вот! Сіз істеуіңіз керек olsun. Сіз халық үшін жаратылған адамсыз, білесіз бе? Ана егер Асқар Саныч сияқты болатын болсаңыз, бір болғанда ол ештеңе жасаймын ба? Негізінде бар ғой. Сіз бұйырасыз, біз істейміз бе? Болды, онда. Қазір бар да сол іске кіріс. Мен жұмысым жоқ, соны бүгіннен бастап тұру керексің. Айдың соңына дейін. Боссыз. Так, бұл жұмыс бітті. Сіз бүгін сағат 3-те асық мүсіннің ашылуына баруыңыз керек. Не үшін бар анамыз? Сіз лента қиясыз, сөз сөйлейсіз. Мынау текстіңіз. Асық туралы ма? Асық туралы маған текст жазудың қажеті жоқ. Себебі мен ауылда
асық ойнағанда чемпион болады. бәрібір де енді асық деген қазақ үшін киелі зат қой. Сондықтан да жаттап алсаңыз жақсы болар еді. Жоқ, жаттап аламын ғой, мен асық туралы тоқтамай бір ай әңгіме айтуым мүмкін. Жарайды, онда осы қағаз сізде болсын, иә? Болды, ұқтым. Серік Жұманұлы, бір сұрақ. Давай. Жолға жіберетін қаражаттың ішінде қате кетіпті. Қай жерінде? Қорытынды сомада 3 ноль артық. Агишкөл. Нормально ғой? Вы что? Ана қаражаттың бәрін жолға жіберетін болсақ, акиматтың бюджетінде көк тиын ақша қалмайды ғой. Не? Әкім ол. Сен не дейсіз енді маған? Енді түсіндіріп айтпайсыз ба? Айттым, түсіндіруге тырыстым. Түсінбейді тіпті бар ғой. Айтқан дұрыны болсын, уволю деп айқайлап жатыр. Бұл вопрос бойынша мен кірмеймін. Кірем десеңіз енді өзіңіз көріңіз енді. Жұмыс орныңыз керек болса. Айын советі. Енді ертең тексеру келіп. Ал енді алғашқы құттықтау сөз кезегін қаламыздың су жаңа әкімі Нышан Пшанұлына береміз. Құрметті қала тұрғындары, асықтарыңыз алшысынан туып, отбасыларыңызға береке беріп, осындай елімізде той қуаныш көп болсын. Әумин. Шикіз ақымен мен ауылда чемпион болдым ғой. Бір ұрғанда 100 асық шашып берем ғой. Бір ұрғанда 100 асық болды, күніге чемпион болып бере берем. Бір күні сол сақама мен құдатыс бір қой берді ғой, көмбедім. 2 қой берді, көмбедім. 2 жылқы берді, көмбедім. Сонан бір күні ұрлап кетті ғой, көрші алдым балдар. Сол ауылға барсам тура сізді сияқты қобырлап тұр екен. Ади десем ешқай шықпайды ғой. Жекпе-жек жетем шықпайды. Төбелес басталып бердім. Ұрып атырым, жақтың ластырып жібердім. Жақтыңмен бұрыстан бір шөй құлайды. Ұрып атырым. Ең соңында бір ақсақал тұр екен. Ұрайын десем қолымда дәу шоқпары бар екен. Дадан деген удар жеді ғой. Бұлай! Былай ұрды, бұлай! Ей, не помню ғой. Сол сақалы сіздердің алдарыңызға алып келіп, бүгін қалада мұны открытиясын жасап жатырмыз. Сақаларыңыз құтты болсын, құрметті қалалықтар. Нышанал. Айлық не болды? Бізге айлық түспей жатыр ғой. Неге түспей жатыр? Білмеймін. Мен ертең жұмысқа барып білейінші сол неге түспей жатыр. Жарай ма? Бұрынғы әкім болған кезде айлық уақытысында түсетін еді. Сенің күйеуің әкім бола сала не? Ақшаны опырып жатыр ма дейді. Нышан, сен әкім болмай қойсың. Бұрынғы әкімдерің меған жеріне қырып жұмыс істеп пе не? Нышан сказал, Нышан делай. Болды, оттай бермей шайын құйш. Үйге келгенде демалайық та айналайын. Осы акиматтағы безделіктер қайда қарап отырады осы, не масқара мынау? Әкімнен бастап барлығын бар ғой, қатарынан тұрғызып қойып тұрып, Головкинге айтып тұрып, сіздікіне бір талдырып тұрып, сава-сава жүрді. Жағын айырып тұрып. Бір сабау көреген солар шетінай бір қолыма тисе қойшы. Мұнан бәрін естеп тастаған жолдың бәрін қазғылап. Осы халыққа ше, жұмыс істейсің де жақпайсың, жұмыс істемейсің де жақпайсың. Ау. Алдыңға қара шезе, неге бұрын тұра бересің сен? Кешіріңіз, Нышан аға, Пшанұлы. Кешіріңіз. Сен маған қазір қашан деп вопрос задаешь уже меня, да? Кешіріңіз. Нервіме тигізіп жүрсің ба сен? Уволю! Кешіріңіз. Жап аузында сөйлеме маған. Асықпай бұрылдым мен, ямадан асықпай бұрылдым. Қазір мен анық түсірейін. Бұлардан өмір жауап алмайсың. Келден әкімсің. Қайырлы күн әкім мырза, сізге бір сұрақ.
Саламатсыз ба? Бір сұрақ қойған жоқ, бірден 10 сұрақ қоймайсыздар ма? Мемлекеттік бюджетке не болды? Қалалық жұмыскерлерге неге айлық төленбей жатыр? Осы жайлы бүгін мен қатыным айтып еді, сол мәселені шешуге келе жатырмын. Сонда әйеліңіз айтпаса білмей жүре бересіз ба? Біз жанұямызбен халықтың ойлайтынам. Ол үйдегі секретарша, мен өзім кабинетте секретарша бар. Мен қазір замдарым бәрі күтіп отыр. Сол проблеманы шешу үшін мен келе жатырмын. Тағы қандай шаралар қолданбақшысыз Шаралар әкіміңіз? сізге тұрмысқа шығу керек. Между прочим, сіз жүре бересіз ба, басыңызға шап кисекші. Біз халықтың санын көбейтуіміз керек. Көріп отырғандарыңыздай әкімнен бүгін тағы да ешқандай жауап ала алған жоқпыз. Ақтоты Болышева, Евгений Егембердиев, арнайы боз арнасы үшін. Шамшанұлы, бүгін балабақшаның ашылуына баруыңыз керек. Балабақшаны қой тұршы, маған анау замды шақыршы, атың бет анау. Ашкай! Иә, түсіндім, жарайды аға. Сіз бармайсыз ба балабақшаға? Шақыр дедім ғой мен. Сосын барамыз. Так. Так, осыны шешіп тастасам. Шамшаны шақырдыңыз ба? Отырыңыз. Мынау шешілді. Қазір мынауны шешеміз. Халық айлық берілмепті ғой. Срочно айлығын беру керек. Енді жылдың аяғына дейін 1-2 ай айлық түспейді. Неге түспейді? Енді ақшаның бәрін жол жөндеуге аударып жүрдік. Сәке, сіз айттыңыз ғой, ана 30 сантиметрге жетеді деп. Кешіріңіз, 20 сантиметр деп айттым. Не істеуге болады? Енді вариант жоқ. Біз енді ақшаның барлығын жаңа тендер ұтқан компанияға аударып жібердік. Там осылай. Егерде тендердің бәрін тоқтатасыз, сөйтіп халықтың айлығын бересіз. Сонда көшенің бәрін быт-шыт қылып тастап солай жата бере ме? Бізге дейінде көшелердің бәрі шұрық тесік болып жатты ғой. Ақша түскенде оны жөндейді, бірінші айлық. Білмеймін, енді ақшаның барлығын ана тендер ұтқан компанияға аударып жібердік. Олар қайтармайды. Так, онда былай істейік. Сіз бе, біз бе, осыны жұмыс шешу. Кешіріңіз, сіз. Біз емес. Неге мен? Сіз ақымсыз. Так, сәке, сіз осы салада біраз болып жұмыс істеп жүргеніңіз, иә? Сондықтан да любой просьбаңды орындайын, осыны шешейік. Любой просьба ма? Любой просьба. Енді бір вариант енді бар енді ше. Так, айта беріңіз. Бірақ енді сіздің өміріңізге сол қауіпті бола ма екен? Мен туралы ойламай-ақ қойшы, мен любой мен жекпе-жекке шыға беремін. Жігітше? Жігітше? Нышан Пышанұлы. Өзің ашки тақтың мен еще сіздер өзі екенсің, е? Әзіл. Иә, Нышан Пышанович. Қазір барған кезде не қылса мен нетем, сіз нете бермей, тыныш отыра тұрыңыз. Ақшаны қайтарып берсем мен үндемей отырамын. Енді саған нету үшін бара жатырмыз ғой. Бірақ ол кісінің ана ақша үшін любой адамды не қылып жіберетіні бар да? Не қылып жіберетін? Уролог па не, массаж жасай ма не? Түсініп отырсыз ғой енді. Бірақ сол бір слабый жері бар. Сол сіздің өміріңізге елеу ма деп қорқам. Қорқады ештеңе жоқ, халық үшін мен бәріне барам. Ақшаны қайтарып берсе болды. Да? Жігітше ма? Жігітше. Ей! Әзіл. Сәке, ырза болдым.